Ассаламағалейкум достар, кәсіпкердің 21 әдеті 9-шы күн және де 9-шы сабағымызды бастаймыз. Алла жазса. Кәсіпкер өзіне деген сенімділікті не үшін арттыру керек? Қалай ойлайсыздар достар? Баршаларыңыз жалпы сенімділік деген енді сенім, наным деген енді баршамыз білеміз ғой. Егер де кәсіпкер өзіне өзі сенбейтін болса, онда оның ешқашанда жұмысы жүрмейді. Сенім деген, былайша айтқанда, орысша айтсақ, эмоциональный устойчивость деген нәрсе бар біздің жүрегімізде. Егер де сіздің эмоцияларыңыздың бір тұрақтылығы болмайтын болса, онда сіз былай өмірі толқуда болатын боласыз, былай волна сияқты. Эмоцияңыз көтерілген кезде сенімдісіз, эмоцияңыз былай түсіп кеткен кезде, онда сіз құлап кетесіз. Сол кезде өзіңізді жей бастайсыз. Сол кезде бір самооценкаңыз түсіп кетеді, өзіңізді шұқи бастайсыз. Неге менің басымда блок бар екен, психологтарға барып, мынау деген сияқты әңгіме сол басталады. Ал егер де сіз өзіңізге өзіңіз үнемі сенімді болатын болсаңыз, онда сіз айтасыз, иншалла басқаның қолынан келген нәрсе менің де қолымнан келеді дейсіз де. Бір істі көрсеңіз, жоспарлаған болсаңыз, мақсатқа қойған болсаңыз, онда бір істі кеше ғана біз айтқандай бастау үшін бастау керек деп бастайсыз да бастап кетесіз. Және де сенімділік деген сізді табандылыққа алып барады. Ал табандылық деген ол сіздің осы сенімділігіңізді табандылық екеуі қосылған кезде бастаған ісіңізді аяғына дейін алып келеді. Ал бастаған ісіңізді аяғына дейін алып келу деген ол кәсіпкердің 21 әдетінің ең бір мықты әдеті. Осыны естеріңізге, қаперлеріңізге сақтаңыздар. Тағы да бір айтпағым достар, сіздердің өздеріңізге деген нақты сенімдеріңіз болған кезде, кәсіптеріңізге деген нақты сенімдеріңіз болған кезде, және де мақсаттарыңызға деген нақты сенімдеріңіз болған кезде, сіз міндетті түрде табысқа жететін боласыздар. Сол үшін міндетті түрде өздеріңізге сеніңіздер. Достар, жалпы сенімді біз қалай бекітсек болады? Мен сіздерге айтпағым, ең бірінші біз өзіміздің көтере алмайтын жүгімізді өзімізге артпауымыз керекпіз. Осыны біз өзіміздің қаперімізге сақтағанымыз жөн. Әр адамның жағдайы, қазіргі тұрған деңгейі әртүрлі ғой. Бір адам 1 миллионды көтере алуы мүмкін, бірақ та бір адам 100 мың теңгені көтере алуы мүмкін. Бір адамның деңгейі 10 миллион деген сияқты, қалайсам, адамның деңгейі емес, айлығы, қарызы деген сияқты соның деңгейін айтып отырмын да. Жалпы айтайын дегенім, егер де сіздің өз-өзіңізді таныған болсаңыз, одан кейін барып өз-өзіңізге нақты есеп берген болсаңыз, біз алдында финансы грамотностьта өттік қой. Сол арқылы жоспар, мақсат жасадыңыз, сол кезде өзіңізге өзіңіз қандай мақсат жасадыңыз? Мынандай үйді алам деп мақсат жасап қойған болсаңыз, бірақ та сіздің қалтаңыз тесікте, мына жақта мынандай қарыз бар. Ал егер де сіз сол мақсатқа жете алмай қалатын болсаңыз, онда сіз өзіңіздің өз қолыңызбен өз-өзіңіз самооценкаңызды түсірдіңіз деген сөз. Сол үшін өзіңіздің көтере алатын мынандай кішкентай жоспар жасаңыз, кішкентай мақсат жасаңыз. Мысал үшін мен қандай мақсаттар жасаймын өз-өзіме? Мен су ішу керекпін, жүру керекпін деген сияқты кішкентай мақсаттар өзіме жазып аламын да, соны орындауға тырысам. Соны орындаған кезде менің сенімім өзіме деген арта түседі. И сіздер мына 21 әдеттегі дүниені бір 2 күн, 3 күн, мына 7 күннен кейін тастай салмай, міндетті түрде 21 күнге апарамын деп, осы 21 күнге шыдап, до конца апаруға тырысыңыздар. Сол кезде өздеріңізді бастарыңызға сипап, машалла, Алла разы болсын, мәке, сенің қолынан келді деген сияқты. Бірақ та 21 күннен кейін мен сіздерге сенімді түрде айтам, бұл сіздерге әдетке айналып қалыптасып кетеді. Сіздерге бұл жай қалыпты жағдай сияқты болып қалыптасып кететін болады. Біз білеміз, баршамыз су ішу керек екенін, бірақ та қайсымыз су ішіп жүрміз? Ешқайсымыз су ішіп жүрген жоқпыз. Мынандай баклажканы тасып, жүгіріп, осындай тұрып, жүріп деген сияқты нәрселерді, білетін нәрселерді істемей жатқаннан кейін, осындай бір ортада, жақсы бір дамушы ортада, біз иншалла бір-бірімізге себепші болып, бір-бірімізді дамытатын болса, осы да бір керемет болады да. Сол арқылы да, осы орта арқылы да өзімізге деген сенімді қалыптастырамыз достар. Алла тағала баршаңызға берекетін берсін. Сіздерге үй тапсырмасы
өз-өздеріңізге деген сенімді қалай қалыптастырасыздар, осы жайында ойластырып, өздеріңізге кішкентай жоспарларды қоюды үйреніңіздер. Алла тағала баршаңызға берекетін берсін.